жерде көп, кейде солармен бір орысша айтқанда бір проблемалар туындап жатады. Соған орай бізге бір жас мұғалімдерімізге бір кеңес бере аласыз ба? Бірінші балаларда ұғуымыз керек, алдындағы тұрған адам кім? Ол кім? Адамдар. Ең бірінші бала тәрбиесіне ата-ана көңіл бөлу керек деп айтамын. Тәрбие отбасынан басталады. Адамды сыйлатып тәрбиелеу керек. Анау сенің ұстазың деп тәрбиелеу керек. Сонда ол бала жаман болмайды. Үлкенді сыйлаған, әсіресе ұстазды сыйлаған бала ол жаман болмайды. Болашақта жағдайда міне тәрбие деп жұмыс жасап жатыр, молодцы, жарайсыздар. Бірақ тәрбиенің көзі бесіктен басталады ғой, отбасынан. Жылағым келіп бәрін нетіп отырғаным сол ғой. Өз семьяма, жолдасыма шіркін-ай, қазір ойлаймын. Болмады, мүмкіндік болмады. Сондықтан алдарыңызда жүрген ұстаздарыңызды сыйлаңыздар. Сіз бағана айтып кеткендей, оқушыларым республикалық деңгейден бірінші, екінші орын алып жатты. Республикалық ауылдық жерде тұрсақ та, республикалық деңгейге де шығып жатты деп айттыңыз. Енді бүгінгі оқушыны білімге, ғылымға баулу үшін қандай үш тиімді әдіс-тәсілмен бөлісер едіңіз? Мұғалім баланы тани білу керек. Ең біріншісі, ол баланың способность дейміз ғой, қабілетін білу керек. Сол ұстаз, сол көп баланың ішінен суырып алу керек, талап қабілетін білу керек. Сонан кейін барып, әрине, сол баламен жұмыс жасау керек. Алдына қойған мақсат тек қана осы мектеп көлемінде емес, одан ары баланың алдына мақсат қойып тастау керек. Жас ең бірінші қандай бағытта жұмыс жасау керек екенін семинарларына қатысу керек. Оқып үйрену керек. Рахмет. Енді кезекте подкастымыздың соңғы кезеңі білес сұрақтарына кезек берелік. Яғни біз сізге қазір сұрақ қоямыз. Сіз сұраққа бір сөзбен немесе бір ғана сөз тіркесімен қысқа ғана жауап беруіңіз керек. Бірінші сұрақ, ұстаз болу сіз үшін бір сөзбен. Ол құдірет. Екінші сұрақ, ең бақытты сәтіңіз? Ең бақытты сәтім ана болу. Керемет. Есте қалған шәкіртіңіз? Ана 46-шы мектепте завуч болып отырған Еркеш Ерғалиевна, өзім мұғалімдікке баулыған, өзім оқушы. Келесі сұрақ, қазіргі жастардың ең жақсы қасиеті сіз үшін? Ең жақсы ма? Бір сөзбен. Ашықтығы, наверное, ашықсыздық. Іштен бүкпейіншілік. Және соңғы сұрақ, ұстазға ең қажет қасиет? Баланы жақсы көру. Бөтен баланы. Ең негізі басқаны өз балаңдай көру. Енді Әлия Қалижарқызы, мазмұнды сүбелі әңгімеңізге көп рахмет. Сіздің өмір жолыңыз біз үшін үлкен өнеге. Біз осы подкастымызда, яғни қонақ келсе құт келер айдашамызда осындай ақ кітапша бастаған болатынбыз. Бұл кітапшаға сіз қазір өзіңіздің аты-жөніңізді, қолтаңбаңызды және де осы біздің 41-ші мектепке деген ізгі тілектеріңізді жазып кетсеңіз. Бұл біз үшін бір мәртебе. Құрметті көрермендер, бүгін біз ұлағатты ұстаз өмірінің 40 жыл білім бала тәрбиесіне арнаған қаншама шәкірттің үлкен жолда жетуіне себепші болған Әлия Қалижарқызымен сұхбатымызды жүргіздік. Ұстаз тек мамандық емес, ол ұрпақ тәрбиелейтін ұлы миссия деп білеміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз, келесі кездескенше күн жақсы дейміз. Check it out, 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 check it. Hey!